Сәлем достар, біз сіздермен түзулердің арасындағы бұрыш және түзулердің перпендикуляр тақырыбынан алған есептерді шығарудамыз. Бізге берілген келесі есептің тапсырмасында АВС үшбұрышы тең қабырғалы үшбұрыш. АД түзуі АВС үшбұрыш жастығына перпендикуляр. Бұл жерде АД мен АВ-ның ұзындығы А-ға тең. Табу керек BCD үшбұрышының периметрін. Есептің шарты бойынша суретін салайық. Бізде АВС үшбұрышы берілген, тең қабырғалы үшбұрыш. АВС тең қабырғалы үшбұрыш, яғни АВС бізде тең қабырғалы үшбұрыш. Тең қабырғалы үшбұрыштың барлық қабырғасы қабырғалы. Тең қабырғалы үшбұрыштың барлық қабырғалары тең. Яғни АВ-ның ұзындығы қанша болса, ол АС-ның ұзындығына және ВС-ның ұзындығына тең. Және АД осы үшбұрыш жастығынан тысқары орналасқан Д нүктесі бар. Осы АД АВС үшбұрыш жастығына перпендикуляр. АД түзуі перпендикуляр АВС үшбұрыш жазықтығына. Олай болса, АД АС түзуіне де перпендикуляр деген сөз, АД АВ қабырғасына да перпендикуляр екенін көруге болады. Және бізде берілген АД-ның ұзындығы тең АВ-ның ұзындығына, яғни А-ға тең. Бізге табу керек периметр пайда болған ВДС үшбұрышының периметрін. Ол үшін бұл үшбұрышты көрсету үшін Д мен В-ны Д мен С төбелерін қосуымыз қажет. ДВ және ДС. Пайда болған ВДС үшбұрышының периметрі. Сонда бізде берілгені бойынша ДА түзуі перпендикуляр АВ-ға да және ДА түзуі перпендикуляр АС үшбұрыш қабырғасына да перпендикуляр. Және бізде АВ-ның ұзындығы А-ға тең болса, АС-ның да ВС-ның да ұзындығы осыған тең. Себебі АВС үшбұрышы тең қабырғалы үшбұрыш. Және АД-ның ұзындығы да А-ға тең. Енді бізге BCD үшбұрышында BA мен BD мен BC-ның ұзындығын табу керек. Бұл үшбұрышта BC-ның ұзындығы белгілі. BC-ның ұзындығы А-ға тең. Енді бізде ДА АВ-ға перпендикуляр болса, және ДА түзуі АС қабырғасына да перпендикуляр болса, пайда болған үшбұрыштар тікбұрышты үшбұрыш. ДАВ үшбұрышы мен және үшбұрыш ДАС үшбұрыштары тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты және олардың екі яғни екі катеттер тең, және тікбұрышты және тең бүйірлі үшбұрыштар. Тең бүйірлі. Яғни тең бүйірлі болса, бұл екі үшбұрыш тікбұрышты үшбұрыштардың теңдік белгісі бойынша тең. ДАВ үшбұрышы тең болады ДАС үшбұрышына, яғни екі катеттері сәйкес катеттеріне тең. Олай болса, бұл жерде ДВ-ның ұзындығы қанша болса, ДС-ның да ұзындығы соншаға тең. Енді бізге бір тікбұрышты үшбұрыштан ДВ-ның ұзындығын табайық. ДВ-ның ұзындығын табу үшін тікбұрышты үшбұрыштың теоремасын қолданамыз. Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраты оның катеттерінің, яғни ДА мен АВ-ның квадраттарының қосындысына тең. Енді ДВ-ның ұзындығын табайық. Ол бізде квадраты бір астында ДА-ның ұзындығы А-ға тең, яғни А-ның квадраты қосылған АВ-ның ұзындығы А-ға тең, квадраты А квадрат. Ал А квадратқа А квадратты қосса, бізде квадраты бір астында 2А-ның квадраты, яғни коэффициенттері қосылады. Бұл жерден А квадраттан А шығады. А түбірасты 2-ге тең деген сөз. Енді үшбұрыштың периметрін табайық. Периметр үшбұрыш ВДС үшбұрышының. Бізде ДВ-ға қосамыз ДС-ны, қосамыз ВС-ны. Бұл жерде ДВ-ның ұзындығы А түбірасты 2-ге тең, ДС-ның да ұзындығы А түбірасты 2-ге тең,
ал бцның ұзындығы аға тең. Қосайық. А түбірасты 2 мен А түбірасты 2 бұлардың коэффициенттері түбірасты 2 болғандықтан ол 2 түбірасты 2А болады. Және қосылған А. Немесе бұл екеуінде ортақ А бірдей. Яғни коэффициенттерін шығарсақ 2 түбірасты 2 қосылған 1. Квадрат түбірасынан жақшадан А шығады. Яғни бұл үшбұрыштың периметрі коэффициенті 2 түбірасты 2 қосылған 1 және аның ұзындығына көбейткенге тең екен. Балалар, біз сіздермен қарастырдық түзулердің арасындағы бұрыш және түзулердің перпендикуляр тақырыбынан алған есептердің шығару жолдарын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.